Достар, сіздермен бүгін қазақ тілі 5 сынып 1-2 сабақ жануарлар әлемі. Ендеше кеттік. Бізде бірінші тапсырма, үшінші тапсырма ол берілген тірек сөздерді тура ауыспалы мағынаны білдіруіне қарай бөліп мен тура мағынада жақсы сөз, жақсы адам, жақсы ой, жақсы күн, жақсы бала, жақсы өмір, терең құдық. Ауыстырмалы мағынада жақсы мектеп, терең сай, терең білім, терең су, терең сезім, долы дауыл, долы күш, долы жел, долы адам, долы теңіз. Келесі тапсырма бізде ол 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырма сіздерге оқиын. Тағдыр, жаңғырып, жаңаша. Келесі бізде 5-ші тапсырма, ода сұрақтар құраймыз. Мен де оны сіздерге оқып берейін. Қолтырауын не жейді? Піл нені көтере алады? Қандай құс сөйлейді? Ғалымдар тотықұстан қандай ерекшелік көрген? Осылар. Енді бізде 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырмада табиғаттың бір бөлігі адамды етпен, сүтпен қамтамасыз етеді. Тірімен және шикі заттармен қамтамасыз етеді. Адам өміріне маңызды. Осылай достар, бізде келесі тапсырма 10-ші тапсырма, ол арғы жақта. Міне 10-ші тапсырма. 10-ші тапсырмаларда қандай жануарлардан май алынады деген сөз. Мен оларды сіздерге айтайын. Май алынатын жануарлар балық, ең бастысы қой, сиыр, түйе, жылқы, аю, борсық, шошқа. Осыларда май алынатын екен. Келесі 12-ші тапсырма. Біз бұл жерден төмендегі тура және ауыспалы мағыналы сөз тіркесінен пайдаланып сөйлем құра дейді. Мысалы, ашық машина, менің бөлмемнің терезесі ашық, менің қайшым өткір, техниканың тілі қиын, апайым маған жылы сөз айтты, қызыл көл өте терең, біздің көше кең дегендей сөздер құраңыздар. Мен осыларды құрадым. Достар, осымен біздің тапсырмаларымыз, сабағымыз аяқталды. Лайк басып, тіркеліп, комментке қанша алғандарыңызды сабақтан жазып кетіңіздер.